Дұрыс па? Міне. Қалай бұл жерді жалға алып біреу арендаға береді міне. Бұл Баймахан деген кім, жаңағы кісіңіз кім? О кісі кім? О кісі кім? Домбитаның қожайыны ма? Не істейді о кісі? Мына кісі ма? Налог жинайтын адамы? Стоянщик. Мына трассадан 2,5 метр жер уже платный, мына Тәукехан трассы ғой, мына проспектісі ғой, Түркістан қаласының, Мен бұл жердің азаматы емеспін, просто интерес құрып жатырмын. Бұл не деген бассыздық, бұлай жерімізде жүріп, тоқтасақ ақша төлеміз. Жоқ, қызым, өйткені мен мынау заңсыздықты көріп тұрып, нәлем мен барып. Қызым, мен барып нағылам, мен мынаны президенттің сайтына жіберем. Хорошо? Сосын кейін өздер прокуратура бар, бұл заңды орган бар қарайтын. Менің шаруам жоқ бұда. Мен жіберем, акиматқа жіберем. Сосын кейін мен жолдың бойын мен ақша батыр бұл. Мен түсінбеймін, не такси бұл? Бұл такси, налог төлеп отқан такси ме? Жоқ, әйтеуір. Мен қараңыздар, мен бассыздық мені. Баймахан дейді. Мені Домбитаның қожайыны Түркістан қаласында. Мені жинап отқан адамы, бұның жинап фискальный чек бере ма бұл жинаған нәрсесіне? Фискальный чек жоқ, талон. Фискальный чек жоқ. Чекті бар конторына барып айтасың. Көрдіңіздер ма? Міне фискальный көздеріңіз ашық адамсыздар ғой. 5 фискальный чек ол заңсыз қаржы табудың көзі болып табылады. Фискальный чек беру керек. 10 теңгеге, 1 теңгеге сауда жасасаң да. Мені біліп аңыздар, просто түсінбеймін мені. Жоқ, любой жерде. Мені сізге ақша алдым ма, фискальный чек берілу керек. Нағы бұл не деген бассыздық бұлы? Аты менде қабар сұрасаңызшы соны. Мен кешіресіз, мен Тоқтағазын сізге ақша сұрадыңыз, мен сосын кейін сізге жауап беріп жатырмын. Мен өзімнің ерден сотта, басқа жерде құқымды қорғау үшін түсіріп жатырмын. Өзімнің. Сізде шатағым жоқ, хорошо? Мен кет дедіңдер, жолдың бойында тұруға болмайды бұл жерде, басқа адамдарға дедіңіздер. Значит, сатылып алынған бұл коррупция ғой, дұрыс па? Ұйымдастырылған бұл қылмыс қой бұл енді шитай. Маған тоқтауға болмайды деп маған ешкім запрет қоймайды. Оны қойса, құқықы орган жаңағы милициясы келсін, прокуратурасы келсін, солар айтсын маған. Кеп адам кеп тоқтауға болмайды деп айтамайды ол ешкім. Кешіресіздер.